Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық сөйледе кескіндеу. Координаталық сөйле дегеніміз бізде сандық сөйле, яғни сөйле бойында сандары бар. Енді біздер осы кезге дейін координаталық сөйлеге тек натурал сандарды ғана белгілеп жүргенбіз, 0, 1, 2, 3, 4 деп. Енді біздерде жай бөлшектер мен аралас сандар да сол сандарға жататын болғандықтан, біздер оларды да координаталық сөйледе кескіндей аламыз. Мысалдар келтірейін. Алдымен аралас сандарды көрсетейін, одан кейін жай бөлшектерді көрсетейін. Мысалға 2/3-1 деген аралас санымыз берілсін. Осыны мына бірінші сөйлемімізге берілейік. Алдымен 0-ды тауып аламыз, 0-ды жазып аламыз. Енді ары қарай 1, 2, 3-ті жазбастан бұрын мына аралас санның бөліміне қараймыз. Бізде 3 деп тұр, яғни мына 3 тал клетканы бірлік қылып алсақ болады. Яғни 0 мен 1-дің арасын 3 клетка, 1 мен 2-ның арасын 3 клетка, 2, тағы да 3 клетка аламыз. Енді қарасақ, бізде мысалға 2/3-1 деген санымыз, яғни 2 пицца қасында 3/1 пицца болса, ол бізде 2-ден көп деген сөз, бірақ 3-тен аз. Яғни мынау 2/3-1 деген санымыз 2-ның мына жағына тұру керек, бізде 2-ден көп, бірақ 3-тің мына жағына тұру керек, 3-ке жетпейді. Ал енді қасындағы 3/1-ге қарайық. 3/1, яғни бөлшектің бөлімі бөлдім деген сөз, 3-ке бөліп тұрып, біреуін алымы алдым деген сөз. Яғни 3-ке бөліп тұрып, біреуін алдым. 2 мен 3-тің арасын 3-ке бөлейік. Бұлайна. 1, 2, 3 болды. Соның біреуін алайық. Біреуін алдық. Сонда бізде 2/3-1 дегеніміз мына жердегі сан екен. Тағы да бір мысал келтірейін. 1/5-2. Тағы да 0-ды белгілеп аламыз. Келесі 1 деген сан белгілеместен бұрын біздер 5 клетканы алайық. Себебі қазір 5-ке бөлінген кезде оңай болады. 5 клетканы бірлік қылып аламыз. Яғни әр 5 тал клетка сайын келесі санды жазамыз. Тағы да 5 клетка тастап 2-ні, тағы да 5 клетка тастап 3-ті ары қарай кете береді. Енді бізде 1 пицца бар және 5-тен 2 пицца бар. Ол дегеніміз 1-ден көп, бірақ 2-ге жетпейді. 2 тал пицца десек жетпей қалады, 1 тал пицца десек 1-ден көп. Сонда біздер ол санымыз 1 мен 2-ның арасында тұрады. 1 бүтін болса 1 мен 2-ның арасында. Ал енді қасындағы бөлшегіне қарайық. Мысалға бізде бөлшектің бөлімі 5 болып тұр. Демек мынау біздер 1 мен 2-ның арасын 5-ке бөліміз керек. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 болды. Енді соның алымы 2 болғандықтан 2-ін алайық. 1, 2. Сонда бізде 1/5-2 деген санымыз мына жерде екен. 1/5-2. Яғни бірінші бүтініне қараймыз. Қайсы мен қайсының ортасына жататын, одан кейін бөлшегіне қараймыз. 5-ке бөліп тұрып 2-ін аламыз деген сөз. Тағы бір мысал келтірейін. 9/4-тен 3 болсын. Қазір біздер мына жерге 9-ды 0 деп жазатын болсақ, біздер пока 9-ға жетем дегенше, мына біздің сызығымыз жетпей қалады. Сол үшін біздер 0-ден бастамай қойық. Мысалы 7-ден бастай салайық. Ар жақтағы 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сандарды жазбай қойғандай боламыз. Сонда бізде 7. Енді келесі арасын қанша клеткадан тастайтынымызды білу үшін бөлшектің бөліміне қараймыз. 4 болып тұр, демек әр 4 клеткадан кейін келесі саны жазып отырайық. Ары кете береді. Енді біздер 9 бүтін деп тұр, демек 9-дан көп, бірақ 10-ға жетпейді. Сонда 9 бен 10-ның арасында болады. 9 бен 10-ның арасын 4-ке бөлеміз. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Енді соның 3-ін аламыз. Алымы 3 болып тұр. 1, 2, 3. Сонда біздің мына жердегі санымыз 9/4-тен 3 деген сан. Енді келесі бұл аралас сандар жазық. Енді жай бөлшектер жазайық. Жай бөлшектерде бізде бүтін бөлігі жоқ.
яғни тек қана бөлшек бөлігі. Мысалы 8-ден 5 деген санды алсақ, бізде мына жерде бүтін бөлігі жоқ. Ол дегеніміз 0 мен 1-дің арасында деген сөз. Яғни біздер 8-ден 5 пиццамыз болса, ол бізде 0 пицца деп айта алмаймыз, себебі 0 деген жоқ деген сөз ғой. Ал 1 пицца деп айта алмаймыз, себебі 1-ге жетпейді. Сонда бізде 0 мен 1-дің арасында болады. Енді келесі 1-ді белгілеу үшін біздер 8 клетканы санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 болады. Келесі 8-ді белгілеу үшін 2 болады. Арары керек емес. Енді мен айттым, 0 мен 1-дің арасында болады. Себебі 0 бүтін жоқ. Енді 8 бөлікке бөліп 5-ен алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мынамен 8. Енді соның 5-ен алайық. 1, 2, 3, 4, 5. Міне. Мына жердегі санымыз біздің 8-ден 5 деген сан болып тұр. Тағы бір жай бөлшек алайын. Мысалға 2-ден 1-делік. Ол да бізде бүтін бөлігі жоқ болғандықтан 0 бүтін деп аламыз. Яғни бізде 2-ден 1 деген жарты. Жартыны біздер 0 болса, 2 клетка тасысақ та болады мына жерде. Мысалы 1 болса, 2. Яғни 0 мен 1-дің арасында болады міндетті түрде. Себебі 0 бүтін 2-ден 1. Яғни 2, соны 1-ін алсақ, тура жартысы. 0 мен 1-дің тура ортасында деген сөз. 2-ден 1. Ары қарай 7-ден 6 деген санды алайық. Соңғы санымызды. Соңғы емес, қазір тағы да 1 мысал келтіремін. 7-ден 6. 0-ды белгілейміз. 7 клетканы аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 болады. Енді 7 бөлікке бөліп 6-ын аламыз. 7 бөлікке бөліп тұр 7 клетка, соның 6-ын алсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 міне. Яғни мына жердегі санымыз 7-ден 6 деген сан. Енді басқаша мысал келтірейін. Мысалға бізде 2,30-дан 26 деген сан болсын. Біздер қазір мына жерге 0-ды белгілесек, келесі 1-ді белгілеу үшін біздер 30 клетканы санайтын болсақ, онда бізде сығымыз жетпей қалады. Енді біздер не істейміз бұл жерде? Бұл жерде 30 қандай сандарға бөлінеді? Яғни 30-ның бөлгіштері 5, 6, 10 немесе 30-ның өзі, 1-дің өзі. Сонда біздер мынау әр 6 клетканы егер 1-де болатын болсақ, сонда мынау 6 болып тұр, бірақ бізге 30 болу үшін әр тал клетканы 5-ке бөліп шығуымыз керек. Енді мынау қазір бізде 2 бүтін болып тұр, біздер 2 мен 3-тің арасында демек ол. Енді мен мына әр 6 клетканы 5-ке бөліп шығайын. Сол кезде 5, 10, 15, 20, 25, 30 болады. Данан 5-ке бөлейін. 1, 2, 3, 4, 5 кетті. 1, 2, 3, 4, 5 кетті. 10 болды. 1, 2, 3, 4, 5. Сәл кем қалды. 15 болды. 1, 2, 3, 4, 5. 20. 1, 2, 3, 4, 5. 25 және 1, 2, 3, 4, 5. 30 болды. Енді мына 2 мен 3-тің арасы 30 бөлікке бөлінді. Мен енді бір клеткадан алмай, сол кішкентай клеткалардан ал. Сонда бізде 30-дан енді 26 керек. 5, 10, 15, 20, 25. Мынауымыз 25, енді 26-мыз міне. Сонда мына жердегі санымыз. Былай дейінші. Міне. Мына жердегі санымыз 2 бүтін 30-дан 26 деген сан. Келесі тағы бір сан қарастырайық.
мысалға 11,400-ден болсын 363 болсын. Біз мына жерде қайттан 0-ден бастамаймыз, себебі 11-ге жетем дегенше алыс болып кетеді. Яғни 9-дан бастап көрейік. Ал енді әр екі санның арасын, мысалы 400-ге бөлу үшін бізде 400-дің бөлгіштері керек. Яғни біздер 400-дағы клетканы ала алмаймыз. Сонда бізде 400 дегеніміз 100-ге бөлінеді, 200-ге бөлінеді, 50-ге бөлінеді, 80-ге бөлінеді. Мен былай істегім келіп тұр. Енді бізге әр клетканың арасын 5-ге бөлген ең ыңғайлысы ғой. Сол үшін әр мынандай кішкентай бөлікті 50 деп алу үшін біздер 8 клетканы алғым келіп тұр. Себебі 48-ге бөлінеді. Мен қазір мына жерде 8 клетканы алсам, 6, 7, 8, 10 деп 3, 2, 11 болды. Бізде 11 бүтін болғандықтан 11 мен 12-нің арасы керек. 6, 7, 8. Енді бізге қазір 11 мен 12-нің арасын мынау сияқты 400-ге бөліп отқан ыңғайсыз. Бірақ біздер мына жақта 8 тау болғандықтан 400-ді 8-ге бөлсек 50. Біздер мынаны 50-ге бөлдім деп есептейік. Мынаны тағы да 50-ге бөлдік деп олайық. 100 болады. Мынаның арасында 50 деп есептесек. Мынаның арасында тағы да 50 деп есептесек. Әр клетканың арасында 50 деп есептесек. Так, 6 300 болды. 350, 400 міне. Әр қайсыны 50-50-ден алып шықтым. Енді керегі бізде 363. Яғни 50, 100, 150, 200, 300, 350 болды. 363 деді. Мынау 350-дің сәл мына жағында болады. Енді 400-ге жетпейді. Оны мысалға былай істеймін. Шамамен мына жердегі сан болады. Енді біздер бұл жерде дәл есептей алмаймыз. Себебі бұл өте үлкен, бөлшектің бөлімі өте үлкен болғандықтан біз дәл есептей алмаймыз. Есесіне кішкене жуықтап таба аламыз. Шамамен мына жерде. Демек бұл бізде 11,400-ден 363. Енді бізде тағы бір жағдайлар болады. Мысалға 2,400-ден 200 дейтін болса, біз оны 400-ге бөліп тұрып 200-ні алғанша, 400 бен 200-ді қысқартып, 2,200-ге бөлсек, 200-ге бөлсек 1, 400-ге бөлсек 2. Сол сияқты өзімізге керегін қысқартып алсақ болады. Егер де алымен бөлімі қысқарса, бізде бөлшектің бөлімі кішкене азаяды. Сол кезде нақтырақ табуға болады. Мысалға бізде мына жерде де 2,36-дан 30-дан 26 болып тұр. Бұны біздер 2-ге бөлгенде 15-тен 13 болатын еді. Бізге 2 клетканың арасын 15-ге бөлген оңайырақ болатын еді. Сол үшін біздер қарап аламыз. Бөлшектің алым мен бөлімі қысқарса, көп жағдайда қысқармайды. Қысқартып алып тұрып, кәрінді сөйлеге кескіндеген ыңғайлы екеуі бір нәрсе.